Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Фариза, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай керемет хит салаттың рецебін ұсынғым келеді. Өте оңай, әрі тез, және де барлық қонағыңызға ұнайды. Және де бұны хит деуімнің себебі келген қонақтың барлығына ұнап, қалай жасадың деп рецептін сұрап жатады. Сол себепті сіздерге де бұл рецепті ұсынғым келіп отыр. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл кез келген асып жатқан сорпа тамағыңызға ашып сала бересіз. Дәл қызанақ салған секілді. Және де ет асқан кезде салат түрінде ашып қоя бересіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз қызанақтарымызды дайындап аламыз. Барлығын жуып дайындаймыз. Мінекей бізде осындай түрі, кез келген қызанақты ала беріңіздер, бірақ қатты піспеген болу керек. Содан соң тәтті бұрыштарымыз, қияр, тұз, қара бұрыш, лавр жапырағы және де сарымсақ. Жуып тазаланған қызанағымызды ірі етіп турап аламыз. Ірі қылып тура беріңіздер, қайнатқан кезде көлемі кішірейеді. Майда қылсаңыз езіліп кетуі мүмкін, сіздің салатыңыз әдемі шықпай қалады. Мінекей осындай қылып турап алдық. Енді осының үстіне жаңағы дайындаған туралған сарымсақты, тәтті бұрыштарымызды, қияр, тұз, қара бұрышты саламыз. Барлығы негізі оңай, барлығын осылай салып жібереміз. Араластырғанда тек осылай бір рет араластырамыз. Көп қатты араластыруға болмайды. Қызанақ өте жұмсақ, сол себепті езіліп кетуі мүмкін. Тұз салдық, қара бұрыш салдық, дәміне қарай көресіздер. Қиярыңыз ащы болмау керек, себебі салатыңыз атылып кетеді. Енді осындай банкаларды 1 литрлік банкеге салып жатырмын. Астына лавр жапырағымызды бір дана салып шығамыз. Менде банка тек бір жуылған, жақсылап буға қоймаймыз. Заласыздандырмаймыз қақпағында банкінде. Себебі қазір сыртына қайнатамыз, сол кезде өзі буланып, өзі неғылады. Енді барлығын осылай салып шығамыз, жақсылап араластырып, мінекей осындай суы қалады қызанақтың, оны да өзіне құйып жібересіздер. Барлығына жететіндей етіп құйып алдым. Содан соң осының қақпақтарын жауып, үлкен кастрөлге қазір орналастырамыз. Мінекей үлкен кастрөліміздің астына осындай кез келген қолорамал қоямыз, яғни біздің банкымыз сынып кетпес үшін. Енді үстіне барлығын саламыз. 7 банка шықты менде. Мінекей осындай болады. Барлығына жететіндей етіп құямыз. Енді барлығын осының үстіне саламыз, кастрөлдің үстіне. Суды дәл сол банкының мойнына келетіндей етіп құя беріңіздер. Қазір қайнатамыз, азаяды. Мінекей қайнап жатыр. Сол қайнағаннан кейін, осындай қайнап, сақырлағаннан кейін барып есептейсіздер уақытын. 25-30 минут сыртынан қайнатамыз. Газға да байланысты қатты қайнауы да мүмкін. Өзіңіз көресіз. Банкыңызды жауып 24 сағатқа бүркеп қоясыздар. Өзінің жылысына тұрады. Мінекей бізде дайын болды. Өте керемет болып шығады. Жасап көріңіз. Келген қонақтарыңыздың барлығына ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен Фариза, менің каналыма тіркеліп, қоңырау жаны басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.